Саламатсыздар ма, құрметті салық төлеушілер? Бүгінгі тікелей эфир тақырыбы жалпыға бірдей декларациялауға арналған мәселелер болып табылады. Бәріңізге белгілі, 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасына жалпыға бірдей декларациялар кезең-кезеңмен енгізілді. Бірінші кезең, яғни ол 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап алды. Бұнда мемлекеттік қызметшілер мен оларға теңестірілген адамдар және де олардың жұбайлары табыс етті. Екінші кезең 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап алды. Бұнда мемлекеттік мекемелер менен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің басшылары және де олардың жұбайлары табыс етті. Үшінші кезең, яғни бұл биылғы жылдан бастап алды. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жеке заңды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылары және де дара кәсіпкерлер және олардың жұбайлары табыс етеді. Төртінші кезең, яғни бұл соңғы кезең 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап алады. Бұнда қалған санаттағы барлық азаматтар 250 нысан, яғни активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны табыс етуге міндеттеледі. Үшінші кезеңге тоқталатын болсақ, 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап алған дара кәсіпкерлер, заңды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылары активтер мен міндеттемелер туралы декларацияда көрсетілетін мәліметтер бұлар: шетелдегі жылжымайтын мүлік және де көлік құралдары, шетелдік банктегі 1000 айлық есептік көрсеткіш шамасындағы ақша, шетелдік компаниядағы қатысу үлесі, бағалы қағаздар, инвестициялық алтын, зияткерлік меншік және де авторлық құқық объектілері, қолма-қол ақша 10.000 айлық есептік көрсеткіш шегіндегі қолма-қол ақшасы, басқа тұлғалар мен нотариалды куәландырылған қарыз шарттары болған жағдайда, және де 3,5 миллион теңгеден асатын басқа да мүлік, бұл яғни қалауы бойынша көрсетуге болады. Бұған мәдени құндылықтар, зергілік бұйымдар, асылдық құнды жануарлар және де бағалы мүлікті де көрсетуге болады. Бағалы мүліктер, мысалы мәдени бағалы мүліктер, бұл Қазақстан Республикасында да шетелде де бар кез келген қымбат мүлікті, сондай-ақ аяқталмаған құрылыс объектілерінде көрсете алады. Декларацияны тапсыру тәсілдері бұл 2024 жылдың 15 қыркүйегіне дейін тұрғылықты жер бойынша табыс етеді. Электронды түрде табыс еткен жағдайда мобильді қосымшалар арқылы ес-салық азамат мобильді қосымшасы және де халық Центркредит банк мобильді қосымшалар арқылы табыс етуге болады. Қағаз түрінде табыс етілген декларацияны Қазпочта арқылы немесе мемлекеттік кірістер органдарына келу тәртібімен табыс етуге болады. Және де айта кететін бір жайт, осы 2024 жылы 1 қаңтардан бастап табыс еткен тұлғалар 250 нысанды жыл сайын келесі 2025 жылдан бастап 270 нысан, яғни мүліктер менен кірістер туралы декларацияны жыл сайын табыс етуге міндеттеледі. Қысқаша 250 нысан активтер мен міндеттемелер туралы мәлімет осылар болып табылады. Назарларыңызға рахмет.